арасынан тауып көрсетелік. Кәнекей кім келеді? Бірінші сөзіміз олимпиада сөзі. Келе ғой Саид, жылдамдатамыз. Саид өткізбереміз, ашып қояйық, қолайда жылдамдатып кәнекей. Жоқ, келесі мына жақ. Бұл олимпиада сөзі. Келесі сөзіміз спорт сөзіне. Кім тапты балалар кәнекей? Жылдамдатамыз, келе ғой. Ашып қояйық. Жылдамдатамыз. Тез жылдам. Келесі жеңімпаз сөзін кім көріп отыр? Келе ғой Михаил. Михаил келеді. Келесі сөзіміз мақтаныш сөзі. Мақтаныш сөзін кім көріп отыр? Я, Диана. Жеңімпаз, дұрыс па балалар? Иә. Келесі, жарайсыздар. Келесі сөзіміз, соңғы сөзіміз қалды, мақтаныш дейді. Иә, дұрыс тапты. Мен мына жақта белгілеп жіберейін. Бұл бізде мақтаныш сөзі. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі ары қарай біз бұл тапсырманы орындап болдық. Келесі тапсырмаға ойысатын болса, бұл жердегі балалар тапсырмамыз. Иә. Бұл балалар сендерге жасырылған сұрақтар. Кәнекей, сендерге балалар кітапхананың ішінде әдемі оқулықтар, кітаптар берілген екен. Кім түсіне, түріне қарай кім таңдайды? Сан нөмірін айтыңдар, мен сол ұяшықты ашатын боламын. Кәнекей, кім жауап бергісі келеді? Жылдамдатамыз. Кез келгенін таңдай беріңдер балалар. Қайсы? Қайсысы? Өзің таңдайсың ма? Келе ғой. Таңдай ғой ма? Жылдамдат, келе ғой тақтаға. Тез балалар. Қай сұрақты? Екінші сұрақ. Бірінші ма? Оқимыз. Оқи ғой Қайсар. Шынықсаң шымыр боласың, сөзінің мағынасын аш. Қарай ғой, оқушыларға қарай ғой, мына жақта бұрыла ғой. Иә, шынықсаң шымыр боласың деп қай кез айтамыз балалар? Ол сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Кәнекей, көмектес хан, кәнекей неге үндемейміз? Тұра ғой хан, айта ғой. Қай кезде шынықсаң деген не істеген деген сөз балалар? Егер спортпен айналысатын болсаң, егер балалар жаттығу жасайтын болсаң, салауатты өмір салтын ұстанатын болсаң, не боласың дейді? Қандай? Мықты боласың дейді. Отыра ғой, жақсы, жарайды. Келесі сұрақты мен жылдамдатып балалар уақытқа орай таңдай берейін, Келесі екінші ұяқты. Олай болса рет-ретімен таңдай беремін. Екінші ұяшы қазақ халқының ұлттық ойындарын атаңыз. Кәнекей балалар, кім атайлады? Кәнекей тағы. Иә, тамам. Айта бер, орында отырып айта бер. Қазақша күрес. Қайсар? Бәйге өте жақсы. Бокс жақсы. Бокс балалар теңге алу, дұрыс айтады, жақсы. Аударыспақ, жарайсыңдар балалар. Иә, хан? Көкпар бар. Иә, дұрыс айтамыз. Бұлар біздің балалар қазақтың ұлттық ойындары екен. Жаңа бокс деп айтып қалды, негізі бокс балалар біздің ұлттық ойынға жатпайды, Бізде Қазақстанда бокс өте жақсы дамыған спорт саласы болып саналғанымен, ол қазақтың ұлттық ойыны емес. Жақсы, келесі сұрақ, біле жүріңіздер. Үшінші ұяшықты таңдайтын боламын. 2020 спорт түрі. Жанкүйері көп балалар. Футбол дейді. Жақсы, жарайсыңдар, негізі футболдың жанкүйері көп-ақ. Келесі. Барлық спорт түрлері ойналатын халықаралық жарыс қалай аталады? Олимпиада. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі соңғы сұрақты маған. Кәнекей? Кім айтады? Тағы. Ясминнен басқа, ханнан басқа. Жарайды, Ясмин? Жауап бере ғой. Сұрақты оқы. Қазақстандық олимпиада жеңімпазының атыңыз Геннадий Головкин. Тағы кімдерді білеміз? Серік Сапаев. Серік Сәпиев. Иә, жақсы. Келесі. Жақсы. Александр Винокуров. Иә, велосапандоз келесі.
Шишигинамыз бар, дұрыс айтасыңдар. Келесі Серік Сәпиев бар. Жақсы. Тағы да? Дұрыс айтады. Бекзат Саттарханов бар екен. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бұл біздің сабағымызға өту үшін балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап алу үшін қойылған сұрақ болатын. Енді балалар қалай ойлайсыңдар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болады? Не туралы болмақшы? Олимпиада туралы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың балалар тақырыбы Олимпиада тарихы. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін наурыздың 4-і, күн сейсенбі, сынып жұмысы, тақырыбымыз Олимпиада тарихы деп жазып ала қойыңыздар. Әрі қарай балалар, мен бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттарымен таныстырып өтейін. Ең алдымен балалар, бүгінгі сабақта сендер мәтіннен негізгі және жанама ақпаратты анықтап, өмірдегі анықтайтын боласыздар, және өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыра алатын боласыңдар. Келесі, екінші біздің бір мақсатымыз, бұл бізде жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді қолдана алуды балалар үйренетін боламыз. Бұл негізі бізге жиі келетін, жазба жұмысында көптен қолданатын мақсатымыз жоқ балалар. Ары қарай олай болса сәттілік, бірінші балалар, мен қысқаша ғана олимпиадашылар керек, немесе бүгінгі ұйымдастырушыларға мың алғыс айтамыз деп сөйлемді қолдануымыз алады. Келесі сөзіміз алау. Бұл біздің жаңағы символ, олимпиаданың символы бола алатын сөзді айтып, аудармасы пламен. Келесі мәре. Олар сендер дене шынықтыру пәнінде егер байқайтын болсаңдар, мысалға жолақ сызылып тұрады, мәре және сөре сызығы деп тұрады. Мәре сызығы дегеніміз финиш, яғни біздің анау жеңіске асығатын мәре сызығын бірінші болып кесті деп айтамыз. Ал сөре дегеніміз бұл бізде старт деген мағынаны білдіреді. Қосымша айта кетейін. Келесі жеңімпаз сөзі. Кез келген спорт болған соң, ойын болған соң, ол жерде жеңімпаз болады. Жеңімпаздың рухы мықты болу керек. Келесі сөз жанкүйер. Мен бокстың жанкүйерім деген сөздерде қолданылады екен. Жазып алдық па балалар? Жақсы. Әрі қарай рәсімі басталады. Жақсы. Келесі демек ойындар басталатын орталық стадиондағы үлкен табаққа алаудан тұтатылады. Яғни балалар қай қалада өтеді олимпиада ойыны? Сол қалада міндетті түрде спорттық балалар кешеннің ішінде болуы мүмкін. Үлкен орталықта балалар олимпиада алауы тұтатылу керек екен. Оған дейін балалар спортшылар бір-біріне жаңағы алауды эстафета арқылы, яғни бір-біріне беру арқылы алауды тұтатып, және осы алау ары қарай қайсар? Осы от ойындар аяқталғанша жанып тұрады. Және балалар осы ойын біткенше, яғни ол бір айға созылуы мүмкін, 20 күнге созылуы мүмкін. Осы уақытта ол не істеп тұру керек екен? Жанып тұруға тиісті екен. Жақсы, келесі Саид. Мұндай дәстүр 1956 жылдан бері 36 жылдан бері жалғасып келеді. Жақсы балалар. Енді балалар, кімнің ұсынысы екен? Балалар, эмблеманы ұсынған кім екен? Кімнің ұсынысы дейді балалар, эмблеманы жасап, мынау біздің жаңағы айтып жатқан эмблеманы ұсынған кім екен? Дұрыс айтасыңдар. Қанша сақинадан құралған? 5 сақинадан құралған. Өте жақсы. 5 сақина нені білдіреді дейді? 5 құрлықты. Құрлық дегеніміз не болды жаңа балалар? Континент. Дұрыс айтасыңдар. Қаттырақ сөйлей беріңдер балалар, қысылмаймыз. Қандай ұраны бар екен? 3 сөзден құралатын. Яғни қазақшасын ғана айтамыз. Біріншісі қалай айтылады? Жылдамырақ. Это значит, бұл дегеніміз быстрее дегенді білдіреді. Балалар, бірден аудармасы мына жерде сендерге өз сол қалыптасқан тілінде балалар читиус деп айтылады дейді. Келесі, екінші, альтиус болса, биігірек, выше деген мағынаны білдіреді екен. Келесі,
Fortius болса, күштірек, сильнее деген ұғымды білдіреді. Түсінікті ме балалар? Жақсы. Олай болса, қазір осы оқыған мәтіндеріңіздің ішінен алдарыңызға балалар қима қағаздар таратып шықтым. Осы қима қағаздарды балалар оқып шығыңыздар. Қайсысы негізгі, қайсысы жанама ақпаратқа жатады. Соны балалар жанына плюс белгісін, қосу белгісін, немесе балалар дұрыс белгісін. Баланы қалай бағалайсыз жұмыста? Сабағын басқадан қатысады. Балл қоясыздар. Сонда барлығы 3 балл қоямыз. Оны балалар бір-бірлеріңізді бағалаңыздар. Даяр, сен бір-бірлеріңізді Қазақстанның спортшылары ма? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Жаңа біз сабақ барысында мысалға ол мекеме болсын, немесе мемлекет болсын, міндетті түрде өздерінің жалауы болады. Сол жерде жалауда, яғни ақмата дейді. Түсінген балалар түйген 2 ойынды атады. Қандай ойдың түйдіңдер? Что вы узнаете? 3 сөз айт. Кәнекей, қандай сөз естідіңдер бүгінгі сабақта? 3 сөз, это значит опорные слова. Үшеуін айтамыз. Кім бастайды? Олимпиада. Алтыншы жыл, өте жақсы. Олимпиада балалар қанша жыл сайын қайталанып отырады? Қанша жыл сайын қайталанып отырады балалар Олимпиада? 4 жыл сайын, дұрыс айтады. Әрбір 4 жыл сайын не болады, кім біледі? Олай болса, осыған қатысты сендерге үй жұмысы, дәптерлеріңізді ашар қойыңыздар балалар. Үй жұмысына чемпионы туралы ақпарат дайындап келесіңдер. Олимпиада чемпионын ақтарып балалар ақпарат іздеп жатқан кезде келесі біздің 2020 қай қалада, қай мемлекетте өтеді? Міне соны да іздеп қарап келесіңдер. Түсінікті ме балалар? Қан жақсы жауап берді. 9-10 балл балалар қоя берсеңдер болады. Маған өзін-өзі бағалау парақтарыңызды бәрін жинап бересіңдер. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.